науқаспен тіл табысу барысында жаңа кезеңге аяқ бастым. Кеше Тоқтасын аға өзінің санау білетінін білдірді. Абай, диктофоныңды тастап, одан да маған қарасаңшы. Сәлем. Сәлем. Болдыңдар ма? Жоқ, жарты сағат дайын боламыз. Неге созып жатырсың? Тезірек әкеме көрсеткім келіп тұр. Жарайды онда, көрсете бер. Мен бір шаруаны бітіріп келейін, бірақ жарты сағат дайын қайтып келемін. Иә. Саған айтар жаңалығым бар. Сосын айтасың. Серік, көмектесші. Не бар мұнда? Қайда барасыңдар? Әке, қара. Дүкенге адамдар ағылып жатыр. Иә, керемет. Тіпті танымал адамдар да қаптап жүр. Айсұлу, мұның бәрін бір өзің қалай жасадың екен? Мен Жамиля Серкебаеваға хабарластым. Өзін және достарын шақырдым. Мынау соның нәтижесі. Жарайсың, қызым. Барлығы да Айсұлудың талантына бас иеді екен. Сондықтан дүкенге өздері келген көрінеді. Оған менің де көзім жетті. Білесің бе, бәрі сенің жағдайыңды сұрап жатыр. Рахмет. Көрдің ба? Сейфуллин жолбарыс? Иә. Бәрібір ол саған хабарласпайды. Хабарласады. Ол Сейфуллин жолбарыс қой. Бүгін негізі жақсы күн, біздің дүкенге қаншама танымал адамдар келіп кетті. Маған айтып кеткен сөзін айтсашы. Келесі кездескенше Майра ханым. Майра ханым. Майра? Осы жігіттердің телефон нөмірін жинап алып, әңгімелескенді қашан қоясың осы? Сенің жұмысын болмасын. 100 теңге. Жоқ, рас қой, немене соларға күле қарап отырасың кешке дейін? Қойша. Жарайды. Хабарласпайды дедім ғой. Хабарласады. Хабарласпаса, өзім қоңырау шалам. Номері бар ғой менде. Көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Крипкада ойнайтын сіз ғой. Иә, оны қайдан білдіңіз? Мен сіздің өнеріңізді өте құрметтеймін. Өнердегі әр қадамыңызды жақсы білемін. Музыканы тастап кеткеніңіз өкінішті. Болды, бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс, кешіріңіз маған. Қолтаңба бересіз бе? Иә, әрине. Рахмет, маған ренжімеңіз, сау болыңыз. Абай, тұр менің орнымнан. Айсұлу қайда? Қазір келеді. Мына қай жерге апарайын? Үстелдің алдына тақап қой. Айналайындар-ау. Мен сендерге жиһаз емеспін ғой. Қалай сөйлейді өздері. Бәрі дұрыс па? Иә. Бүгіннен бастап жаңа директорларың менмін. Еден жуушылар мен жүк тасушылардың жалақысын көтеріңдер. Әсіресе жүк тасушылардың. Абай, сендерге жедел жәрдемге көл жүргізуші керек емес пе? Керек болған күннің өзінде де сен емес. Ой, мен өзінде бармайым. Әкетай. Ал Абай, айтып берші.
Айтпақшы, Айсұлу, кеше тоқтасын аға 3-ке дейін санады. Жарайсың, Китай. Тезірек жазылып кетсең екен. Айсұлу, мен жай санаған жоқпын. Қашан бізбен сөйлесетін боласың? Жарайды, абай, әкеме қарап қойшы. Мен де қазір келем. Сәлеметсіз бе? О, кіре ғой, кір. Қайсар ағам, сауда залында жиналып қалған сатып алушыларды көрдіңіз бе? Көрдім. Керемет, солай емес пе? Тамаша. Тағы не ойлап таптың? Айта ғой. Аз уақыт қалды, 2-ақ күн. Иә, солай. Біз қарыз берушілермен сөйлесейік. Күте тұрсын. Аз уақыттан кейін біз бүкіл қарыздардан құтыла аламыз. Дұрыс қой. Бірақ сен нақты ойыңды айтшы. Оларға не ұсынбақсың? Білмеймін. Бір нәрсе ойлап табайық. Бұл туралы мен де ойлап жүрмін. Бірақ ойыма еш нәрсе келер емес. Олар бар жоғы бізге 2-ақ күн берді. Сонан соң барлығы бітеді. Енді осылай отырамыз ба? Айсұлу, дүкен үшін басталған күресте біз әлде қашан жеңілгенбіз. Оны мойындауымыз керек. Енді бірлесіп тоқтасынды қалай орнынан тұрғызуымыз туралы ойлануымыз керек. Әрине. Алайда әзірге күресу керек. Маған олардың мекен-жайын беріңізші. Айсұлу, байқап жүрші. Мен саған ескерттім. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қалайсың сен? Амансың ба? Болат, көрдіңіз бе? Машиналардың саны артқан. Иә. Ойлап қараңызшы. Әр қайсынан 100 теңгеден алам. Таңғалып тұрмын. Мен мынауыңды ал. Рахмет. Дәл сондай ма? Әрине сол. Әй, Серік. Есіңде болсын. Бір жағдай бола қалса, сен мені танымайсың. Түсіндің ба? Жарайды. Тоғыз, 8. Ту. Жаңылысып қалдым. Қайтадан бастайықшы тоқтасын аға. Тағы да жаңылыстың ба? Сенімен жұмыс істеу қандай қиын өзі? Ал, бастайық. Бес. Үш. Сегіз. Нөл.
0. Болды, бәрі дұрыс. Жаз енді. 5, 3. Басынан бастап па? 100 рет жаздық қой тоқтасын аға. Жоқ. Бұл жалғасы ғой. Сандар сәйкестігі ұзақ. Бұл 10 сан нені білдіреді екен, а? 10 емес, 20. Осы 10 санға тағы да дәл осындай 10 қоссаң, банктегі шот шығады. Ол жерде ақша көп. Бол енді. Түк түсінсем бұйырмасын. Басым ауырып кетті. Шай ішіп алайыншы. Той баламай. Сәлем, сұлу қыз. Сәлем. Қалың қалай? Не болып қалды? Уақытыңыз бар ма? Бар. Жүр. Алға. Сәл артқа. Жүр. Тоқта. Ассалам. Жүр. Алға. Жүр. Артқа. Солға. Жүр. Артқа. Айда. Бен. Тоқта. Түсіндім, Айсұлу. Бірақ мен не істеуім керек? Сенімен бірге барайын ба? Жоқ. Мен бұндай іспен бірінші рет айналысып тұрмын. Я. Не айтайын? Өзімді қалай ұстайын? Білмеймін. Онда мен мұқияттың да. Айсұлу, біріншіден сенің келбетің қатқылдау болу керек. Сенің келбетіңе қарап, адам сенім арту керек. Түсініп тұрсың ба? Қайны жасап көрші? Қабақты кішкене түйеміз. О, кеп қалды. Барғаннан кейін не айтатынын білесің ба? Не айтсаң да өзіңе 100% сенімді бол. Және көздеріне тік қарама. Көзінің екі ортасына қара. Неге? Бұл бизнес акулаларының арасындағы тәжірибеден өткен тәсіл. Бұл арқылы сен не істейсің?
Бұл арқылы сен оларға өзіңді сеніп отырғаныңды білдіресің, бірақ оларды өзіңе жақындатпайтындығыңды сездіресің. Бұл бір. Екіншіден, сенің 3 пакетің болу керек. Қандай пакет? Мынандай пакет емес. 3 пакет деген ұсыныс. Сенің 3 ұсынысың болу керек. Бірінші ұсынысты жасайсың, әдетте біріншісінен бірден бас тартады. Екінші ұсыныс жасайсың, одан да бас тартуы мүмкін. Үшіншісінен саған ешкім жоқ деп айтпайды. Мен ойлаймын, бәрі жақсы болады. Бірақ келбетті қатқыл жасау керек. Түсіндің ба? Солай, мен ойлаймын, сенің қолыңда бәрі келеді деп. Осы іс реттелгеннен кейін, Айсұлу, сені түскі асқа шақыруға рұқсат етші. Өтініш. Жарайды. Іске сәт. Болды ғой? Сау бол. Сау бол. Айсұлу, мен жайында басыңа іс түскенде ғана ойламашы. Сенен сұрайын. Сау бол. Әке, қалайсың? Жақсы. Айсұлу, қызым, көп кешіктің ғой. Қайда болдың? Қара бақырға қарып болып қапсың. Не, қайыршын тонағансың ба? Бала, Шығындашы мекен олай. Айсұлу, тұра тұршы. Мынаны қарашы. Сен қарамай қойсаң да болады. тағы бір сөйлесең, өзіңді көруге зар боласың. Педиатр. Иксмен. Қойындаршы. Мына сандарды тізбегін түсінбей қойдым. Нені білдіреді? Айсұлу, мүмкін сен білетін шығарсың, Білмеймін. Әкемнен сұрау керек. Кімде қандай ой бар? Әкеңнің құпия шотындағы миллиондардың саны шығар. Ақыры таптыңдар-ау, жарайсың. Серік, сен осы басыңда ақша туралы ойдан басқа ешнәрсе жоқ қой ме? Менің ойымша бұл отбасына қатысты бір өте маңызды бір ақпарат. Абай, шынымды келтірмеш. Былай істейікші. Әрқайсымыз Тоқтасын аға кезектесіп сұрақ қояйық. Тоқтасын аға жауабын саусағымен білдірсін. Келістік пе? Келістік. Тоқтасын аға, бұл сандар тізбегі сіздің өмір бойы шеккен темекілеріңіздің есебі ма? Мүмкін даталармен байланысты шығар. Біреудің туған күні. Банктегі счеттің нөмірі ме? Серік. Серік, банктегі шоттың нөмірі 20 цифрдан тұрады. Ақшадан басқа не ойлайсың, Мүмкін әскери бөлімнің нөмірі шығар, Жоқ, бұл банктегі шот. Серік, қане, сен айтшы, сенікі дұрыс. Білмеймін. Жарайды, мен кеттім. Жоқ, балам, тоқташ. Айсұлу, менің ойымша бұл Тоқтасын ағаның жастық шағымен байланысты бір нәрсе шығар. Көліктің немесе құпия құрбыларының... Жоқ, мүмкін емес. Бірақ... Кім біледі? Маған бір келі ұйықтататын дәрі беріңдерші. Мыналардың мылжыңын тыңдағым келмей кетті. Жарайды. Абай, әкемді шығара тұршы, мен кино болайын. Жарайды.
Рахмет. сәлеметсіз бе? Сіз еш нәрсе алмағансыз ба? Жоқ. Менің сізге сұрағым бар. Иә, тыңдап тұрмын. Осы жерде көптен бері жұмыс істеп жүрсіз бе? Біршама уақыт болып қалды. Сіз бұл жерге жұмысқа тұрмақсыз ба? Жоқ. Онда сізге кадрлер бөліміне бару керек. Жоқ, мен сізбен әңгімелесейін деп едім. Қуана сөйлесер едім, бірақ қазір қолым бос емес. Көп уақытыңызды алмаймын. Мен Айсұлу жайында сөйлесейін деп едім. Кешіріңіз. Мүмкін жұмыстан кейін сөйлесесіздер. Мұнда кезек күтіп қалды дегендей. Кешіріңіз. Бір түрлі адам өзі. Байқау керек. Сен мұндайлармен әңгімелескенде көз құрың салып қой. Қазір неше түрлі ұрылар көп. Оңтайлы сәтті пайдаланып, қағып кетеді. Кешіріңіз, кезек күтіп қалды ғой. Бар, кейін сөйлесеміз. Саламатсыз ба? Мың 320. Sağ olunuz. Әгүйдім ай, неге сені сүйдім ай, сүйдім. Серік, бергеш. Қалайсың? Секе бір-екі мың бере тұршы. Жалақынан қайтарам. Қайтесің оны? Қатты керек болып тұр. Алдымен ет, сосын берем. Жарайды, айтайын. Не ғой? Майран киноға шақырайын. Қашан Рас бересің? айтамын, Қашан бересің? Қыс бар, жаз бар аласың ба? Осындамыз ғой, не ол? Айсұлу! Рахмет. Жарайды. Жарайды. Қайда барасың? Жұмыстармен барасың ба? Не істеуің керек? Ештеңе. Жай қасымда. Айтсаң болды. Талап, Айсұлу саған қарай бет алды. Иә. Иә, мен бүгін ертерек шығамын. Келесің ба? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен сізге хабарластым. Есімім Айсұлу. Қазір 1 минут. Кешіріңіз. Айсұлу келіп тұр. Кіріңіз, сізді күтіп отыр. Сен осында күт, иә? Жарайды. Сіздерге көлік жүргізуші керек емес пе? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметпіз. Айсұлу, өтініш, даусыңызды сәл қаттырақ шығарсаңыз. Сосын ойыңды қысқаша жеткіз. Біздің аса көп уақытымыз жоқ. Жақсы, мен... Кешір, сөзіңді тағы да бөлейін.
Қарыз қайтару үшін белгілеген мерзім ертең аяқталады ма? Иә. Мен сізді ұмытып қалдым ма деп ойлағам. Жоқ, керісінше мен сіздерге бір ұсыныспен келдім. Қандай ұсыныс? Маған 5 жылға кредит беріңіз. Ол ақшамен мен дүкеннің қарыздарын жабамын. Ал әрі қарай өзім құтыламын. Айсұлу, сен мені кешір. Бірақ сенің зейнетақы қорыңда жиналған ақшаң да жоқ. Өтем үшін берілетін мүлкің де жоқ. Сондықтан да сау бол. Бірақ жарайды. Менде тағы да бір ұсыныс бар. Қарызды қайтару уақытын 1 жылға созыңыздар. Есесіне біз сіздерге табыстың 50%-ын беріп тұрамыз. Ешкім қазір 1 жыл күтпейді. Күтпей қойыңыздар. Біз қарызды бірнеше күннің ішінде толықтай қайтарып береміз. Ал сіздер 1 жыл бойы табыс алып тұрасыздар. Жігіттер қалай? Өте жақсы ұсыныс, ә? Бірақ оған Қайсармен Тоқтасын келісе ме? Келіседі. Келісімді өздері үшін береді. Жарайды, Айсұлу. Сізге көпте көп рахмет, бізге келіп келіссөз жүргізіңіз. Жарайсың. Өте жақсы. Бірақ сіздің ұсынысыңызды біз қабылдай алмаймыз. Енді 1 күннен кейін дүкен біздің меншігімізге өтеді. Осымен шаруа бітті. Қалай бұл? Түк шықпады. Олар мені тіпті тыңдағанда жоқ. Құдайым-ау, Серік. Қайтеміз. Бірақ күн қалды. Айсұлу, мен жаңа әңгімелер тыңдап тұрдым. Осында сөйлесіп отырған адамның бір даусын таныдым. Ол өткен жолы Қайсар екеуі сөйлесіп тұрған біздің дүкенде. Түсінбедім. Айсұлу, сен Қайсар ағамен татусың ба? Әрине, ол менің ағам ғой. Қайсар аға мына дауыс таныс кісімен екеуі дүкенді әдейілеп банкротқа отырғызу туралы келісіп алған. Қалай, түсінбедім. Солай. Әдейілі дүкенді банкротқа отырғызып тартып алмақшы. Кейін екеуі бөлісіп алады. Я, мен сенімдімін, мына дауыс сол. Жігіттер, менің ойымша, бұған қатты күш салудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Мұндай ірі мекемелерді қайта қалпына келтіру өте қиын болса. Айсұлу, есік қағу қайда? Қарыздың қайтару уақытын созыңыздар. Болмаса мен полицияға сіздердің келісімдеріңіз туралы мәлімдеме жасаймын.
Сізде бәрі дұрыс па? Иә, уайымдамаңыз, бәрі дұрыс. Сен қандай келісім туралы айтып тұрсың? Біле білсең жалған арыз жасау да қылмыс. Менің куәгерім бар. Серік, кір. Сөйле. Неге үндемейсің? Сөйле. Қайсар ағамен дәлірек айтқанда Айсұлудың ағасы Қайсар мен біреудің әңгімесін естідім. Олар дүкенді банкротқа отырғызып, өз меншігіне өткізу туралы әңгімелесті. Міне осылай. Мынау ма сенің куәгерің? Иә. Ей, атың кім? Оның есімі Серік. Иә, солай. Серік. Саған сенсек, сол Қайсармен әңгімелескен. Мына біздің біріміз демексің бе? Иә. Сен ол жерде ешкімді көрген жоқсың. Бірақ сол адамның арамызда отырғанына сен сенімдісің бе? Ол сенімді, ол бәрін естіді. Серік, сен өз сөзіңе сеніп тұрсың ба? Білмеймін. Серік, не үндемей тұрсың? Серік, неге үндемей тұрсың? Айтсай, сен бәрін естідің ғой? Серік, өтінемін, айтшы. Айсұлу, 2 күннен де аз уақыт қалды. Уақытты босқа өткізбей, еңбектеніп ақша табу керек. Біз әлі жолығамыз. Сау болыңыз. Серікжан, мынау саған ерлігің үшін. Абай, болды, қоя сал. Одан да Серікке хабарлас. Ол саған көмектеседі. Жоқ, бәрінен дұрысы Серікті банкке жібер. Мүмкін Серіктікі дұрыс шығар. Ойың дұрыс. Егер осы сандарды қайталап қойып шықса, Не дедің? Қане? Ой, жарайсың, балам. дәл сол банк шотының нөмірі шығады. Тамаша. Ой, алтын бола. Ақылыңнан сенің менің ұлым болса ғой. Қызық екен. Айсұлу! Айсұлу, тоқтай тұршы. Серік, сен қорқақсың. Кетші әрі. Айсұлу!
450. Кешіріңіз. Өте беріңіз, мен асықпаймын. Жоқ, сіз алдында тұрдыңыз ғой. Жарайды енді. Мен асықсы емеспін, өте беріңіз. Рахмет. Оқасы жоқ. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Кешіріңіз, мен сізден сұрайын деп едім. Таңертең бүгін қарт кісіге қызметті сіз көрсеттіңіз ғой, иә? Білмеймін. Бұл жерге күніне қаншама әжей келетін білесіз бе? Олай. Мені анам осында жіберіп еді. Ол кісі осында болған екен бүгін. Я. Енді ғана есіме түсті. Мен ол кісіні өте жақсы білем. Бізге күнделікті келіп тұрады ғой. Иә. Сіз менің анама да маған да қатты ұнап қалдыңыз. Қыдырып қайтсақ қайтеді? Қарсы емеспін. Неге бармасқа? Мен қазір 10 минуттан кейін түскі үзіліске шығам. Күтіңіз, бірге тамақтанайық. Тамаша. Онда мен сізді есік алдында күтейін. Жарайды? Қанша? 3500. Ақшаны мына жаққа. Ішеңіз? Онда сізді күтемін. Күтіңіз, қазір мен шығам. Түскі асқа кім тапсырыс берді? Мен. 1850 теңге төлеп, мына жерге қол қойыңызшы. Ажар, жарайды, мен кеттім. Ажар, сен тамақтандың ба? Қызым, не болды? Бізде бір-ақ күн қалды. Бірақ біз үлгіреміз. Әрине, қызым. Біздің қолымыздан келеді бәрі. Абай, Айсұлуға банктегі шот туралы айтшы. Абай дейін. Мен сені қатты жақсы көремін, Әкетай. Абай, не күндемейсің?